Баршаңызға сәлем. Бүгін миксерсіз дайындалатын зебра тортының рецебімен бөлісемін. Алдымен барлық қажетті өнімдерімізді дайындап аламыз. Құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқа мен шекерді салып, венчикпен шекері ерігенше былғаймыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді қаймақты салып, тағы да былғаймыз. Өсімдік майын құйып араластырамыз. Келесі енді ұн, сода, қопсытқышты салып араластырамыз. Ұнды ситодан 2-ге бөліп өткіземіз. Сол кезде бисквитіміз жақсы көтеріліп шығады. Ұнымызды толықтай салып араластырдық. Енді осы салмамызды тең 2-ге бөлеміз. Бір бөлігіне какаомызды салып араластырамыз. Какао салған салмамыздың бөлігін жақсылап араластырдық. Енді пергамент қағаз төселген формамызға ақ бөлігін 2 қасық және какао қосылған бөлігінен 2 қасық салып, осылай алма-кезек жасаймыз. Енді ағаш таяқшамен осылай видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Піскен кезде әдемі өрнектер пайда болады. Енді қызып тұрған пешке 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Осымен зебра пирогы дайын, өте дәмді, ылғалды болып шықты. Қолда бар өнімдерден дайындалады. Ең бастысы миксерді қажет етпейді. Әрі бұл пирог өте тез, қарапайым жолмен дайындалады. Менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.